Mamad Sabırov peşinesine at tepken. Angime. Bishkekке uçuşum gerek bolчу. Saatты qarasam, biraz vaqt бар ekan. Qo'y, nanushta qilib ola qo'yayın deb, mehmonxonaga жақын жердегі чайханаға бет алдым. Демейді, кіші құмырсқадай қайнап тұрчу чайхана әлі ең. Чайханачы жігіт самауырдың жанына жайылған чайнектерін бірден сүртіп, бір аял мезілдеті шыпырылған қорауғы су сейіп жүреді. Бұрыштағы сөреде болса екі кіші отырып тұр. Мен дағы бір чайнек чайменен нан алдым да тігілердің бет маңдайындағы сөреге барып отырдым. Жашы 40-45-тердегі бұл екеуінің бірі шардық болса керек, қылда тегізделген чачын артқа қайры тарап, галстук тағынып алыптыр. Екіншісі айылдан келген оқшайды. Үстінде денесіне анчалық жарашпаған костюм, шым, жеге қара қалпағын чечіп, жанына қойып тұр. «Шөнтіп қуып шықты дечі?» деді шардығы қарс-қарс күліп. «Аталаң шығып кете бербей, онда пұлымы қайра бір дебейсің бе?» Пешенесіне ат тепкен ырысы жоқ десе. Анан жемен алардың сөзіне құлақ түріп қалғанымды байқады же жөң ғана сыр бөлішкісі келді маға қарап сөйлей баштады. Бұ менің досым болады. Тоуда мал бағады. Кече қой сатып, балдарына киім қылғаны келіптір. Екеуіз кечке шар қыдырдық. Анан кечке мал бечара жесірдің соуына қалайын деп, қатыны бұлтыр өліп қылған бір келінге апардым. Пұлыны төлеп, 1000 сом дейтай. Давай, жақшыдан алғыла деп кеттім. Мен кетер замат теге аяғы сұйықтың телефоны чыңғырап, мен азыр келем деп шығып кетіптір. Бұ отыратта, қачан келет, қачан жата қалауыз деп. Жарым саат өтөт кебейт, 1 саат өтөт кебейт, бір мал деле жайылған төшектің жанындағы бешіктен баланың үні шығыптыр. Көрсө içinde 6-7 айлық емчегемге бала бар екен да. Досыма дегенде отыра қалып терметіп көріптір. Бала басылбай еле көгөрі беріп қаптыр. Оғызына ұпчы салса, түф деп шығарып еткен. Апасын чақырайын десе телефонын білбейді. Ләжі құрғанда баланы бешіктен чечіп алып, комнатадан ары бері баса баштаптыр. «Овай, ұқта балам, ұқта» дейді екен. Бала оғы бетер ері билайды екен. Бұл болса қолын сілкілдетіп, нары бері басады екен. «Кел, апасы, кел. Мына келді, апасы келді. Она келетат. Бол апасы еме, тез келе қал» дейді екен. Шөнтіп таң ағарғанша бала терметіп, алдай айтып шығып кетіптір. Өзінің 5 баласы бар. Бірақ олардың биттесini ем қолына алып әлдейліп көрген емес. Қатыны жақшы еледі, бұға бала қаратшы емес. Жаңағы келін шоу ойдан таң атарда келіптір. Хылжып мас дейді. Дағы бір клиентті обслужить етіп келе қалды да. Қаяққа жоғып кеттің? Балаң иледі, десе. Иласа қара отыра бердің бе? Сүт бербейсің бе? Құрса қачса илайды да, деп қайра өзін беттен алыптыр. «Қаша қылып бербейсің бе дейді», деп қошымшалады досы. «Шкафта манная крупа бар ле? Бұламы қылып бербейсің бе? Өлігіңді көрейін жүдеміш. Бар жоқ ол», деп үйден шығару беріптір. Анан мен сағар тұрып, неме болды кен, қавар алайыншы деп жолда келатсам, жетім баладай болып, мұна ерді тұрады. Әлі қарға қық жоқы електе бұл болса чайхана қачан açылады деп пайлап тұрған екен да. Теги кіші сөзін тоқтатып, досын елжірей қарады. Конечно, қарап көрді да, башның кәватасы бұ оса, құлақтың кәватасы бұ оса. Анан мұштымын түйіп, досының мұрдына тақап қойды. Бұ дабдырды ұра версең, ұра версең. Чачы тасырайта қырылып, құлағы ат құлақтай делдеген досы жаздыққа жан баштаған қалыбында өн шықпайғаны жылмай отырды. Маға бұл оқия анын емесілі теге айтып атқан кішінің өзінің башынан өткендөй сезіліп кетті. Балким досы жоңғана шақава чегейіп тамашалап атқандыр. «Чүнелі ошындай болды ба?» деп сұрау салдым тегеге. Еме, кішіне көркім деп атады, бірақ негізі ошондойлы. Жүреме, сені автобусға салып қойайын, деді шаардығы. Балдарыңа бар. Екеуі тұрып жөнөштү. Саңа бір бәлә қылып қатын алып бербесем бұғой қалды. Күзге чейін қойларыңды жақшылап семірт. Оға чейін мен лайықты біреуін тап қоям.
Toğga barıp uysaýsyn dese şahardyň gelinleri ynabam ölbeyt. Je kapatan tüzgürek bolsaça. Dosu bul jolda unçukbay gana ırsaýyp goýdy.